Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами проходим тему Карагандага көмек, точнее продолжаем эту тему. Итак, сегодня у нас 5-ші тапсырма на 36-й странице. Первое, что мы должны сделать, это прочитать этот текст. Мәтінді оқыңыздар. Қандай мәселе көтерілген, именно какие основные проблемы здесь поднимал автор. Мы это должны с вами описать. Негізгі ойда анықтаңыздар. Как раз таки вот это задание мы вам дали на 1-ші тапсырма. То есть 1-ші тапсырма по то, что вы должны написать и отправить по одному предложению. Мәтінде қандай мәселе көтерілген, то есть какие проблемы здесь понимаются, и негізгі ойды анықтаңыздар, выделите и напишите основную суть. Итак, давайте я вам вкратце прочитаю этот текст. О чем этот текст? Сложные слова, если будут, вы мне напишите в группу, мы обязательно вместе с вами переведем. Итак, айлар жылдар өтті, шахталар мүлде өзгерді. Шахта өзгерісі бүкіл Қарағандыны өзгертті. Қазір техника бәрін шешеді демейді, кадр бәрін шешеді дейді. Техника жасалды, енді соны еркін меңгеру жарысы кетіп барады. Бадия, Атбұран, бұл қайла бір кезде Қарағандыны қозғаушы зор күш болса, бұл кезде кері тартушы күш есебінде қайтадан шығуға айналды. Электр тұсталға. Көміршілердің қолында вруб мәшіне, электровоз, электрлі балға, конвейерлер ойнайды. Бұрынғы қолбұранды жалғыз ғана шахтаның орнына енді мәшінеленген 70-80 шахта бар. Жаңа Қарағанды, көмірлі Қарағанды деп қала екіге бөлінді. Жаңасына облыс орталығы орнады. Осы күндердің бірінде жаңа қалада 3 қабат сұр үйдің 2-ші қабатындағы кең кабинетте Мейрам жалғыз жүр. Мақпал қара қою шашына некен саяқ ақ енген. Жасы әлі 30-дың ішінен шықпаса да, ой басып ауыр жүр. Екі қол артында, қора жақтағы терезеге келіп фонтанға қарады. Фонтан маңы еккен ағаш, гүл, электр шамдары. Алақандай аумақ суға, шамға, өсімдіктерге бөлінген соң жаңа саясы болып тұр. Әр корпусқа осы керек дейді Мейрам ішінен. Су, электр байлығы болмай, қалада нағыз мәдениет байлығы болмайды. Соны айтты да Мейрам бөгелмей шығып кетті. Тыста домалақ мұрын бала жігіт мәшінен есігін аша қарсы алды. Қалалық советтің алдында келгенде мәшінеге Қанабек мінді. Күрең жолдардың біріне түсіп алып, көмірлі Қарағандыға тартты. Екі қаланың арасы 12 километр. Тарам-тарам жолдарды ерсілі-қарсылы ағылған жүк мәшінелері ойып тастаған. Мәшіне еркін жүре алмай келеді. Мейрам өзі ұстады рөлді. Қалада қазір 100-деген мәшіне бар, дейді Мейрам. 100-деген шофер басшылардың жетелеуімен жүр. 100-деген үй қызметші бар. Олар хозяйкаларын бағумен жүр. Өз үйін баға алмаған хозяйка өз мәшінесін жүргізе алмаған басшы мүгедек емес пе? Сол мүгедекті бағушылар өндіруші болса, өндіріс бұдан да алға кетер еді. Ғабиден Мұстафин, Қарағанды романынан үзінді. Итак, ребята, вы должны перевести этот текст, понять основную идею этого текста, переводить устно. Затем, 2-ші тапсырма, вы должны сделать постер. Қарағанды қаласы мен шахталардың дамуы, то есть развитие города Караганда и развитие шахты. Здесь вы должны сделать постер, как развивался этот город. Итак, как вы это делаете? Здесь вы видите, что поменялась техника, да? То, что город начал делиться на два, то есть это көмірлі Қарағанды, угольный Караганда и жаңа Қарағанды, то есть новая Караганда. И так далее. То есть вы должны сделать постер по 2-му заданию. Так, 3-е задание. По формуле 5 пятерок вы должны выписать слова, точнее, по 5 частям речи. Это 35 между 35 и 37 страницей. Какие есть слова? Да, по 5 слов. Первое, бейс күрделі зат есім. То есть это у нас составные, именно числительные, да, в казахском языке. Как и в русском языке, например, самолет, да, пароход и так далее. То есть, который состоит из 2 слов, из 2 частей речи. Дальше, сан есім, это именно числительный, сын есім, именно прилагательный, үстеу, это наречие, и етістік, это глаголы. Вы должны выписать по 5 слов или словосочетаний с этих страниц, с 35-37 страницы. Так, ребята, выполните это задание и отправляйте в группу.